Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын турецкий булочкидің рецептімен бөлсемін. Қамырын морозильникте сақтауға болады. Дәл осы пішіндес морозильникке қойып қойсаңыздар, бір айға дейін шыдайды. Арасына түрлі начинканы салып пісірсеңіздер, өте дәмді, қамыры жұп-жұмсақ болатын рецепті міндетті түрде сақтап алыңыздар. Ең алдымен жылы сүтімізді құямыз. 100 грамм жылы сүт қажет болады. Және оның үстіне жылы суымызды құямыз. 80 грамм жылы суымызды құямыз. Дәміне қарай тұзын, қантын салыңыздар. Өздеріңіз көз мөлшермен салсаңыздар болады. Қатты тәтті болғанын қаласаңыздар, қантты көбірек қоссаңыздар болады. Және дрож қосамыз. 15 грамм дрож қосыңыздар. Қатты ашығанын қаласаңыздар, көптеп қосуға болады. Шамамен меніңкі 15 грамм, бұл 40 минутта толықтай ашып шығады. Жақсылап тұрып барлық қоспаны араластырып аламыз. Дрожымыз толықтай араласып болғаннан соң үстіне бір жұмыртқамызды қосамыз. Және осы кезде 2 ас қасық міндетті түрде сұйық майымызды қосамыз. Барлығын толықтай жақсылап тұрып араластырып аламыз. Толықтай жұмыртқаның барлығы араласуы керек. Сонда біздің қамырымыз сап-сары болып шығатын болады. Илектен өткізілген ұнымызды қосамыз. Міндетті түрде ұнды илектен өткізіп қосыңыздар. Әр ұнның тығыздығы әртүрлі, сол себепті ұнды 1-2 бөлікке бөліп қоссаңыздар, жұп-жұмсақ қамыр иленіп шығады. Бетін міндетті түрде пакетпен жауып, жылы жерге 30-40 минутқа қойып қойыңыздар. Уақыт өткеннен кейін қамырымыз осындай болып көтеріледі. Бір сыпыра ұнымызды сеуіп, қолға икемге келгенше, содан кейін барып қамырымызды бөліктерге бөлеміз. Таразыға қойып бөліп формасын бірдей қылып алсаңыздар болады, немесе мен сияқты көз мөлшермен 15-16 штукқа бөлсеңіздер болады. Осылай қолдың көмегімен жақсылап тұрып домалақтаймыз, пішінін келтіріп, сонда ол доп-домалақ болып жайылатын болады. Неке жұп-жұмсақ болып шығады. Енді қолымызбен үстін 1-2 рет басып, боқтаудың көмегімен доп-домалақ етіп жайып аламыз. Чұқа етіп жаямыз. Қатты чұқада болмау керек, орташа қалыңдықта жаясыздар. Осылай пышақтың немесе дәл менікіндей сіздерде зат болса, дәл осылай бас жағын кесіп, яғни сеткалар жасап, ортасына начинкасын қосып, мен тірі желанияның варенкасын пайдаландым, яғни бұл варенка өз формасын ұстайды, ағып кетпейді. Міндетті түрде жақсылап тұрып ораңыздар, сонда варенка сыртынан шығып кетпейтін болады. Дәл осы видеодағыдай формасын жасап алып, міндетті түрде пергамент қағазын төсеп орналастырамыз, сонда асты жабыспай әдемі болып пісіп шығады. Және қыздар, егер бетіне жұмыртқа жағатын болсаңыздар, міндетті түрде бір жұмыртқаға 1 ас қасық сүт қосып, араластырып барып жақсаңыздар, өте әдемі цвет береді. Және қызып тұрған пешке 30-35 минутта толықтай пісіп шығады. Жұп-жұмсақ болып шығады. Турецкий булочки міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, дәмі аузыңызда қалатын, ыстық күйінде толықтай желінетін булочкидің рецебін міндетті түрде сақтап алыңыздар. Немесе достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Және осы видеоны қолдап, өзіңіздің ойыңызды, пікіріңізді қалдырып кетіңіздер. Каналым ұнап жатса, каналыма жазылып, мені қолдап қойыңыздар. Алдағы уақытта түрлі тегін рецепттермен бөлісемін каналымда. Сіздермен болған Назерке. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.